Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді шарлотканы үй жағдайында жасау жолын ұсынатын боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар және арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып, шым-шым тұз салып миксерлеп аламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, миксерімізде және біздің ыдысымызда құрғақ болуы тиіс. Себебі біздің бисквитіміз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін, егер сулы, ылғалы болатын болса. Сондықтан міндетті түрде осыны ескеріңіздер. Секерімізді саламыз. Аз-аздан бөліп салдым. Секеріміз жақсылап ерігенше миксерлейтін боламыз. Мінекей осындай болып, әппақ болып көтерілуі қажет. Бір стакан қаймағымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, електен өткізіп аламыз. Ұнды міндетті түрде бөліп қосыңыздар. Барлығын бірден салып жібермеңіз. Өйткені сіздің көтеріліп келе жатқан жұмыртқалы массаңыз бірден түсіп кетуі мүмкін. Мен 2 бөлікке бөліп салдым. Енді жақсылап миксерлейміз. Екі алманың сыртын тазалап алдым, ұсақтап турайсыздар. Осы туралған алманы бисквиттің қамырына қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Алдын ала ыдысымызға пергамент қағазын төсеп алдым айналасының барлығына. Менде 24 диаметрлі форма. Енді осыған дайын болған массаны құямыз. Әсемдік үшін бір алманы ортасынан кесіп, артық жерін алып тастап, жұп-жұқа етіп турап аламыз. Гүлдің формасын шығару үшін жұп-жұқа болып кесілгені жөн.
әсемдеуді бастаймыз. Духовканы қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 40-45 минут пісетін болады. Өз духовкаңыздың қыздыру жағдайына қарай қойып аларсыздар. Мінекей біздің шарлоткамыз дайын, өте әп-әдемі, керемет көтерілген. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Толықтай суытып алу үшін осындай решеткаға салып 20-30 минутқа қалдырдым. Мінекей біздің шарлоткамыз дайын, жып-жұмсақ, әдемі, әрі дәмді. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің шарлоткамыз нәп-нәзік, жып-жұмсақ кесіліп жатыр. Биік болып піскен. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәмі деген тіл үйрет. Кескенде де жып-жұмсақ көрініп тұр. Сөз жоқ, өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы рецепттер түсіретін боламын. Сондықтан келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.